Hoş geldiniz kanalıma. Bugün bagetten осындай чесночный бутерброд бірге жасайық. Французский багет үй жағдайында жасалатын видео менің каналымда бар. Көре аласыздар. Описание бөлімінде ссылканы қалдырып кетем. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Багетті ортасынан кесіп, сливочное масло бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Содан кейін ақ көгімізді қосып, кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Өткіштен өткізілген сарымсақты қосамыз. Массамызды жақсылап араластырып, енді багетімізге жағып шығамыз. Ал сізге сарымсақ қосылған осындай начинкалар ұнай ма екен? Комментарий бөлімінде жазып кетсеңіз болады. Негізі әртүрлі салмамен жасап көруге болады. Сарымсақ өте денсаулыққа пайдалы. Багет сарымсақпен дәмі керемет болып шығады. Пергамент төселген қағазға салып, қызып тұрған пешімізге 220 градуста 15 минут пісіреміз. Чесночный начинкасы бар багеттеріміз дайын болды. Дәмі деген зор болады. Турап көрсетейін. Қытырлақ, әрі өте дәмді болып келеді. Міндетті түрде сіз де жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Сізге видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.